Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен алғаш рет түрік ағайындарымыздың бәліші, келін тәттісі деген бәлішті алғаш рет жасап отырмын. Менің жасаған бәлішім сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, маған лайк басып, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап қолпаштап жіберіңіздер. Әрине, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан рецепттерімді бірінші болып тамашалаңыздар. 4 жұмыртқамызға бір кесе қантымызды саламыз. Енді оны араластырамыз. Шамамен 4 минуттай араластырдым. Енді 1,5 кесе ұн саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Ванилинімізді саламыз. Ванилин. Жұмыртқаның көбігі жоғалмайтындай дәрежеде араластырамыз. Қатты, сұйық қатты қою болмау керек. Сұйықтығымызды осай шетінен басап қоямыз. Сұйық май жағылған ыдысымызға. Бұрыш-бұрыштарына әдемі жету үшін дұрыстап. Бисквитіміздің бетіне 2 стакан сүт және 2 ас қасықпен қант салып, араластырып, бисквитіміздің бетіне қоямыз. Сүт әрбір жеріне тарау үшін осылай тіс таяқшасымен тесіп шығамыз. Бисквитіміз өте нәзік болғандықтан сүтімізді өзіне тез сіңіріп алады. Заварной крем, яғни қайнатылған крем. Ол үшін 1 литр суық сүт керек және 3 ас қасық толы ұн керек. Бисмилля. 2 ас қасық толы крахмал керек. Ванилин керек. 1 жұмыртқаның сарысы керек. Жақсылап араластырғаннан кейін бая отта қайнатамыз. Біздің қайнатпалы креміміз осындай болды, міне. Мінекей. Осындай болу керек. Қазір ыстығы әлі басылған жоқ. Ыстығы басылғаннан кейін біз үстіне 1 кесе крем шантиді салып араластырамыз. Кремімізді осы бисквитіміздің үстіне асықпай әдемілеп жағамыз. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Құрметті көрермендер, біздің түрік ағайындарымыздың бәліші дайын. Бұл бәліштің аты келін тәттісі деген бәліш. Бұл бәлішті дайындау барысында менің түсінгенім, жасауы өте сабырлықты қажет ететін бәліш екен. Және осындай бәлішті жасап, өздеріңіздің отбасыңызды қуантып, меймандарыңызды қарсы алыңыздар. Алғаш рет жасап отырғанымды ескере келіп, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны басып, жаңа рецепттерімді бірінші болып тамашалаңыздар. Келесі жаңа күндерде кездескенше күн жақсы, сау саламатты болыңыздар.